Дайындал, қазір біз сумма түседі саған. Карточкаңа. Кетті. Миллион теңге түсті. Миллион. Көрдің бе? Сен ғой, вақтыға бармақ қой деп маған. Көрдің бе, вақтымен барып, миллион теңге келдім барып. Барған күшті болды ғой. Конечно. Миллион теңге қашан болды бізге? Ойлаш. Онда ақша болмаған ғой. Иә, соны айтам, былтыр карантин болып қалды ғой. Әйтпесе бізде 2 миллион болатын еді ғой. 1 миллион болғанша 2 миллион болған жақсы емес па? Да. Бір машинаң болғанша 2 машинаң болған жақсы ғой? Конечно. Жақсы. Мысалы, бір үйің болғанша 2 үйің болса қандай жақсы? Иә? Жұп-жұпмен болған жақсы ғой негізі. Иә. Мысалы, осы үйде екеуің жүрсеңдер, қандай жақсы мысалы? Иә. Не айтып отырсың екеуің деп? Иә. Екеуің жүрсеңдер деп. Жоға, екеуіміз жүрсек дейін де, соның ішінде ортасында жүрсек. Айналайын, сол тоқалма айта алмай отырғаның. Жоға, сенде қуадың қандай тоқал? Қумашы сенде. Тоқал несің? Өзің ғой бастап отқан. Айтпа құрсын тоқалдан, уже подписчиктерді уже ренжіп жатыр. Тоқалдан басқа тема жоқ па? Ғалеке, еркек болсаң жауап бер, сөзіңе ал деп маған. Сен ғой бәлем барын бастап аласың да? Мен тірі тұрғанда тоқал алмайсың, өлсең де алмайсың. Дәмесін қарасай бұның. Алайын деп отқан жоқпын. Блин, на варианттың да өтпей қалған қараш. Шамал ақша берсем жібейме деп ойлаған ғой. Сыпырып сиыр бән бере салған барсаң. Не істеймін? Анайларға не бетімді айтам? Бірдеңсіз қалдым.